Ассалаумағалейкум көрермен. Алдарыңызда Жетісу облысы Талдықорған қаласы Мағжан Жұмабаев атындағы нөмірі 19 орта мектеп гимназиясының 9 сынып оқушысы Жұмағазы Жайық. Сіздерге Абай атамыздың 19 қара сөзіне сөз толғаймын. Айтысым орда өнерде ажарлы едің, қара өлең құдіреттім ғажап керім. Атым Жайық Жетісудың түлегімін. Ассалаумағалейкум қазақ елім. Жамандар өсек айтып жайраңдаған, жақсының бәр хәкімге айналмаған. Есті сөзін ескерген есті болар, Абайдай айтып кеткен қайран бабам. Ессіздің таусылмайды салты жырлы, Абай атам айтпады жалпы кімді. Естіп көріп ұстайды татиды да, дүниені тану ғой шартығында уай. Ниет болар ниеттінің қорғанында, ессіз жүрер қараңғының орманында. Оғынарсың Абайдың ұлылығын, өзі айтқан толық адам болғаныңда. Сөз танымай кей адам орыстанған, естілер біліп көріп жол ұстанған. Қазақта Абайдана Абайдара, білімнің ордасына қоныстанған. Көктейді тал шыбықта теректегі, бес нәрседен сақтану керектегі. Хәкім болу шарт емес адамзатқа, болмасаң да ұқсап па демеп пе дауға. 19 қара сөздің салмағы бар, еңбектің де жемісі алмағы бар. Қазағым ессіз емес есті болсын, Абайдың қазақ үшін арманы бар. Білімді жинап оқып ала берсін, қазаққа дана берсін, дара берсін. Айтқан екен сөз білмесе сөзді еліп, қорсылдатып шошқасын баға берсін. Есті атанар естіні дәріптеген, бес асылды адамзатқа жарық көрем. Сөз расына көзі жетіп тұшынбаса, өз асылын ескермес халық деген ай.